Үгіт насихат жұмысы жүргізілген алғашқы елді мекен Аққайын ауданының орталығы Смирново ауылы болды. Аққайындық жастардың алдында облыстық полиция департаменті бастығының орынбасары Сәуле Амдағұлова сөз сөйледі. Полиция полковнигі құқықтық тәртіпті сақтаудағы қызметтің беделді, лайықты еңбекақы, тегін нысанды киім-кешек және көлемді әлеуметтік қолдау сияқты Қазақстан Республика Ішкі істер министрлігі жүйесіндегі артықшылар туралы айтты. Каждый выбирает профессию по-своему, да? Әр адам өзі қалаған мамандықты таңдайды. Біріне таңдаған мамандығы ұнаса, енді біріне беделі мен мәртебесі, кейбіріне тапқан табысы ұнайды. Тағы бір адамдар сұранысқа ие мамандықты таңдайды. Полиция қызметкері ретінде бүгінгі таңда полиция мамандығының сұранысқа ие екенін ауыз толтырып айта аламын. Кездесуде аудандық полиция бөлімінің бірқатар қызметкерлері, оларға тәрбие берген ата-аналары және ішкі істер органдарының қызметкерлері марапатталды. Аққайындықтар үшін концерттік бағдарламада ұйымдастырылды. Жылдам қимылдайтын арнайы жасағының жауынгерлері қоян қолтық ұрыстың әдіс-тәсілдерін көрсетсе, мәдени орталықтың қызметкерлері патриоттық әндерден шашу шашты. Қызметтік міндеттерін атқару кезінде қаза тапқан сақшыларға арналып орындалған әндердің бірін залға жиналған көрермен түрегеп тұрып тыңдады. Ал балалары үшін жанды шүберекке түйіп отырған аналар көздеріне жас алды. Кездесуге қатысқан аудан әкімінің орынбасары Нұрсұлтан Байзақ мемлекетке қызмет еткісі келетін жастарға жергілікті атқарушы органдар мен аудан әкімі Рүстем Елубаевтың тарапынан да қолдау болатынын атап өтті. Ал Аққайын аудандық полиция бөлімінің аға анықтаушысы Берік Ильясов жастарды полиция қызметіне шақырып өзінің жетістіктерімен бөлісті. Білімімді, өз жұмысымды көрсетіп, 2022 жылы Солтүстік Қазақстан облысы үздік тергеуші атағын алдым. Соның арқасында 2022 жылы желтоқсан айында республикалық үздік тергеуші конкурсына қатысып, 3-ші орынға ие болдым. Полицейлер кәсіптік бағдар беру жұмысын үнемі жүргізіп тұрады. Басқа аудандарда да осындай жұмыстар жүргізілу жоспарда бар. Петропавл қаласында орналасқан білім ошақтарының оқушыларымен кездесулер өткізу жалғасуда. Жуырда Сәуле Амдағұлова Солтүстік Қазақстан университетінің студенттерімен кездесті. Жоғары оқу орнында білім алып жүрген жастарға полиция мамандығының маңыздылығы жайлы айтылып, ішкі істер органдарына қызмет атқаруға шақырылды. Бүгінгі таңда Солтүстік Қазақстандық полиция қатарында қызмет атқарып жүрген әрбір 6-шы қызметкер әйел полицей. Олар да ер адамдармен бірге иық тіресте қызмет атқарып келеді. Азат Құрмаш полиция департаментінің баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.